Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге алманың қай түрі болмасын адам ағзасына тигізер пайдасымен бөлісіп кететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк баса кетіңіз. Алманы баршамыз жақсы көреміз. Дәл осы алма қайнатпаларын да, шырындарды да күнделікті ас мәзірінде пайдаланамыз. Алайда осы жеміс жайында не білеміз? Көп білмейтініміз бар. Сондықтан сіздерге алма жайында толығырақ айтуды жөн көрдік. Жер шарында бұл алмалардың 36 түрі белгілі. Алайда тек 10-нан астамының ғана шаруашылықта маңызы бар. Негізінен алманың отаны Орталық Азия. Уақыт өте келе алманың түрі осы жерден егіле бастады және әр қалаларға таратыла бастады. Бұл барлық алмаларға қатысты жағдай. Алманың құрамында алма қышқылы, май, шекер, целлулоза, танның қышқылы, алуан түрлі дәрумендер мен минералды заттар көп. Мысалы, бір алманың құрамында көптеген дәрумендер мен минералды заттардан тұрады. Сондықтан көп тұтынатын жағдайда ас қорыту жүйесін дұрыстап, ағзаны тазалайды. Асқазан және көк бауырды әлдендіріп, бетіңіздегі қара дақтан арылтады. Қан бұзылу, жүрек ауруларында көп қолданады. Айта берсек, сөз жетпейтін дәруменге толы. Осы дәруменге толыны қытайлықтар көп тұтынатын көрінеді. Алма адам ағзасына пайдалы табиғи өнім. Біле білсек, алманы арықтау үшін жейтіндер де көп. Себебі денеміздің сымбатын сақтауда атқаратын рөлі ерекше. Бұл алма аздырып қана қоймай, сол қалыпты ұстап тұратын айта өтейік. Анығырақ айтсақ, тамақтанар алдында небәрі 15 минут бұрын бір дана алма жеген жағдайда, әрине сіз 190 килокалорийден міндетті түрде арылатын боласыз. Бұл арықтағысы келетін аруларға күтпеген тамаша тарту. Бұл аз десеңіз, теріге де тигізер әсері мол. Құрамында С дәрумені болғандықтан жастықты сақтап қалады. Ылғалдандырып, жұмсартып әжімнің түсуіне жол бермейді. Жеміс қабығының құрамындағы эфир майы да ағзамызға таптырмас емдік май. Алайда айта өтетін бір жайт, бұл алмаларды сіз базардан немесе дүкеннен сатып ала алмайсыз. Бауыңызда өсіп тұрған ағаштан теріп алуыңыз міндетті. Сол алмалардың қабығында ғана эфир майы кездеседі. Жаңа технология көш ілгері дамыған заманда құрамында алманың табиғи жұпар иісі бар иіссулар да өндіріледі. Егер дәл осы әтірді пайдалансаңыз, сіздің теріңіз нәзік әрі жұмсақ қалпын ерекшелеп тұратын болады. Бүгінгі видеом сіздерге ұнайтын болса, мені жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, лайк баса кетіңіз.